Аборт, яғни ол өлім болып саналады, былайынша айтқанда. Ол оны қаламаса, онда ол әрине өзінің денесімен өзі не жасаса да, ол өзінің құқығы. Эмбрион пайда болмай тұрып, 72 сағаттың ішінде негізі алдын алуға болады. Мен Саламат Қызыназым, дәрігер акушер-гинеколог. Мен абортқа қарсымын, өйткені оның көптеген асқынулары бар адам организмі үшін. Менің есімім Аманжолова Дильназ, мен тарих факультетінде оқимын, 20 жастамын. Мен абортқа қарсы емеспін, себебі менің ойымша әрбір адамның өзінің жеке таңдауы, өзінің жеке дене автономиясы бар. Сондықтан да мен оған қарсы емеспін принципиалды тұрғыдан. Жалпы аборт дегеніміз ол жүктілікті жасанды түрде үзу. Негізі жүктілік пайда болғаннан бастап, ол 9 аптаға дейінгі кезде ол эмбрион болады, одан кейін ол ұрық болады. Және ол ұрық, эмбрион күн сайын, минут сайын оның әрбір жасушалары өседі. 3 аптадан бастап негізі эмбрионның жүрегі қалыптаса бастайды. Және 5-7 аптаға қарай ол жүрек соғысын біз анық бақылай аламыз. Және демек аборт дегеніміз осы эмбрион, яғни ұрықтың дамып жатырған, өсіп келе жатырған өмірін үзу, оны тоқтату. Яғни ол өлім болып саналады, былайынша айтқанда. Иә, мен абортты өлім деп признаю, бірақ менің ойымша, егер де адам, яғни жүкті адам өзі ол баланы дүниеге әкелгісі келмесе, немесе оған да басқа экономикалық, әлеуметтік жағдай, немесе белгілі бір адами факторлар әсер етіп, ол оны қаламаса, онда ол әрине өзінің денесімен өзі не жасаса да, ол өзінің құқығы деп ойлаймын. Яғни тіпті егер ол белгілі бір таңда өлім болса да, ол адам өзі жүкті болды, және ол өзінің белгілі бір таңда денесімен өзінің белгілі бір таңдаулары бар, және бұндай белгілі бір принципиалды біздің құқықтарымыз әрдайым жоғары болып тұрады деп ойлаймын. Себебі тікелей адамға байланысты болғандықтан осылай деп ойлаймын. Ал аборттан кейін асқыну, ол бір адамда болуы мүмкін, бір адамда болмауы мүмкін, оған ешкім 100% кепілдік бере алмайды, барлығы жақсы болады деп. Бірақ аборттан кейін атап өтейін енді түсінікті түрде бедеулік болуы мүмкін, немесе қан кетулер, келесі жүктілік кезінде көтере алмаушылық, былайынша айтқанда угроза болуы мүмкін, немесе үлкен сроктарда гистоздар болуы мүмкін, төмен салмақты сәбиді дүниеге алып келуі мүмкін. Яғни асқынулар негізі аборттан кейін өте көп, себебі жатырдың ішкі қабаттары анатомиялық тұрғыда кей жағдайда қалпына келмей қалуы мүмкін. Сол кезде ол келесі жүктілікке дайын болмайды адам организмі, яғни көтере алмайды. Ол барлығында емес әрине, бірақ болып тұрады сондай жағдайлар. Осы тұста сіз маман болғандықтан сұрайын дегенмін. Жалпы аборт жасағаннан кейін әйел адам оны кәдімгідей егер де өзімен жақсы емдесе, өзін ухаживать етсе, онда осы жағдайларда ол қайтадан жүкті бола ма? Яғни қайтадан өзінің денесі нормализация етіп, ана атана ала ма? Ол қайтадан қалпына келу жағынан өзін күтіну, витаминдерді мысалы қайтадан қалпына келтіру, ол жағы да бар. Бірақ бір жағынан аборт ол инструменталдық түрде және де дәрі-дәрмектермен кейде жүргізіледі. Дәрі-дәрмектермен жүргізілген кезде, яғни ол көп қанау болуы мүмкін, одан кейін анемия болуы мүмкін. Яғни оны қайтадан қалпына келтіруге болады, егер ол өзіне жауапкершілікпен қараса. Ал егер инструменталдық түрде жүргізілген кезде, ол былайынша айтқанда жатырдың ішінде не болып жатырғанын ешкім білмейді. Ол инструментпен белгілі бір қабатқа дейін жаңағы жүктілік үзіледі. Және біз ол кезде білмейміз, 1-2 миллиметр ол жерде үлкен маңызды роль ойнайды. 1-2 миллиметр артық алынып қойса, яғни оны ешкім әдейі жасамайды, артық алынып қойса, ол қабат ешқандай басқаша методтармен, басқаша әдістермен қалпына келмейді. Сондықтан ол көтере алмаушылық, угроза, бедеуліктің болатыны сондықтан. Егер жаңағыдай атап өтілген медициналық жағынан асқынулар болса, белгілі бір жасқа келген кезде бәрібір өкіну болуы мүмкін. Егер мысалы көпке дейін жүктілік пайда болмаса, немесе мүлдем болмай қалған жағдайда адам бәрібір есінде болады ғой, бұрын басынан өткен жағдайлар. Бір жағынан медицинада жүктілік бір рет болды ма, ол адамның тарихында қалады, ауру тарихында ол қалады. Ол болды, ол абортпен аяқталды деген секілді. Оны алып тастап,
мысалы сырттың адамдарына айтпауы мүмкін, енді жаңағыдай дәрігердің этикеті бар, өзінің сырттың адамдарына айтпайды, бірақ жеке дәрігер мен пациенттің арасында ол ауру тарихында міндетті түрде қалады. Менің ойымша, егер де андай позитивті белгілі бір салдарлардан қарастыратын болсақ, онда өкінбеуі де мүмкін деп ойлаймын. Өйткені, мысалы, сен 16 жаста аяғың ауыр болып қалады, иә? Сен кейін 16 аборт жасамасаң, онда сені қоғам 16 жаста аяғы ауыр болып қалды екендігін көріп, мектепте буллинг жасайды. Немесе сенің туыстарың саған оны айтады, ата-анаң саған белгілі бір таңда жаман көзқараста болады деген секілді. Немесе ата-анаң емес, жалпы қоғам, достарың, тағысын басқасы сен өте қатты белгілі бір таңда сен туралы жаман нәрсе айтады, немесе тағысын басқасы. Бұл адамға белгілі бір таңда психологиялық қысым алып келеді деп ойлаймын, егер де ол абортты жасамайтын болса. Және кейінгі өмірде де мүмкін баланың тәрбиесі, баланы өсіру ол тек қана қаражат жағынан ғана емес, сонымен қатар яғни оны тәрбиелеу керек, оған жақсы білім беру қажет. Ол өте көп уақытты, өте көп күшті, финансовый қаражат жағына өте көп ақшаны құюды талап етеді, және бұл сол қыздың, 16 жастағы қыздың, менің ойымша, адам болып қалыптасуына, немесе білім алуына, әрі қарай белгілі бір таңда дамуына кедергі алып келуі мүмкін. Сондықтан да осы тұрғыдан меніңше, егер де осындай салдарлар болатын болса, онда өкінбеуі де мүмкін деп ойлаймын. Жалпы менің ойымша, кез келген адам санасы пайда болып, өзі жаңағыдай өзінің ойын білдіре бастаған кезде таңдау жасай білу керек. Және ол таңдауын өзі ары қарай өзінің мойнына алып үйрену керек. Тіпті ана болу ол 18 жаста, 20 жаста да, енді жас кез ғой былайынша қарағанда, ана болып қалғанның өзінде ол бала, ол адамның белгілі бір өміріндегі этап. 100% адам өзін ана ретінде қабылдамай, ол негізі адамның өзінің қабылдауына байланысты ғой. Мысалы, ана болып жүріп, басқа бір сфераларды дамытуға болады. Ол белгілі бір этап, мысалы, баламен бірге өтетін белгілі бір жасқа келгенде, ол бала бәрібір самостоятельный, өзімен өзі болып кетеді. Сондықтан оны бір ауыр, анандай үлкен бір қиындық секілді қабылдамау керек. Кез келген нәрсе ол адамның өзінің миында қабылдауына байланысты. Мысалы, баланы сондай қиыншылық ретінде қабылдаса, ол әрине қиыншылық болып оған келеді. Ал баланы солай бір белгілі бір этап ретінде қабылдаса, ол барлығы жақсы өтеді. Менің ойымша, бұл яғни көбінесе адамдардың, яғни қыздардың аборт жасамауы, көбінесе оларды адамдар өте осы тұста қоғамның жаңағы айтып кеткендей белгілі бір таңда суждениясына, немесе ата-аналардың тыйым салуына, немесе ата-аналардың қарсы болуына, аборт жасама деп айтуына өте қатты осы жас кезінде осы нәрселерге өте қатты қабылдайды, және осы тұста өте қатты рационалсыз болады деп ойлаймын. Өйткені, олар белгілі бір таңда өздері мүмкін бала болуы мүмкін, әлі де өздерінің белгілі бір таңда тәжірибесі, білімі, немесе тағысын басқасы мүмкін аз болуы мүмкін, және көп жағдайда олар жарайды, ата-анам қарсы болмас, немесе ата-анам маған былай айтты ғой, мен солай жасайын деген секілді белгілі бір ойларға өте қатты былайша айтқанда сол ойларды тыңдайды, және соған сол тұрғыдан рационалсыз болып кетуі мүмкін деп ойлаймын. Және әрине кейінгі өмірде менің ойымша осындай нәрсенің орын алуы оларға да белгілі бір таңда зияншылықтарын алып келуі мүмкін. Өйткені менің ойымша адамдарда белгілі бір таңда осознание болу керек. Яғни адам ол енді бір қоғамдағы жануар ғой, сондықтан да ол әрбір этапқа, әрбір белгілі бір болып жатқан өзгерістерге әрқашанда дайын болу керек. Алайда сенің жүкті болып қалуың бұл қыздарға сол жаста өте қатты ауыр және өте қатты бір қиын шешімдердің бірі болады деп ойлаймын. Сондықтан да тіпті қазір капиталистік заман, саған қиын өмір сүруге, немесе саған қиын шешім қабылдауға, өйткені өзің әлі де сол жастасың. Сондықтан да бұны мен белгілі бір таңда адамдардың сондай қыздардың рационалдылығына әсер ететін факторлар, олар өте үлкен жоғары рөл алады деп ойлаймын. Біріншіден, солай зорлық-зомбылықтан кейін
негізі егер ол дер кезінде медициналық көмекке жүгінетін болса, экстренная контрацепция деген болады. Ол жүктілік екенін, жүкті емес екенін білмей тұрып, әлі тіпті эмбрион пайда болмай тұрып, 72 сағаттың ішінде негізі алдын алуға болады. Ондай жағдайларда негізі алдын алып, солай жүктіліктің пайда болмайтындай етуге болады. Немесе көп жағдайда, мысалы зорлық зомбылықтан кейін 100% көп жағдайда жүктілік бола бермейді. Жүктілік ол жаңағыдай өзі осознанно белгілі бір білместікпен барған жағдайларда, көбіне сондай жағдайларда жүктілік қалыптасуы мүмкін. Ал зорлық зомбылықтан кейін көп жағдайда бола бермейді. Ал болған күннің өзінде медициналық көмекке жүгінсе, экстренная контрацепциямен алдын алуға болады. Мен үшін бұл өте андай ауыр темалардың бірі, өйткені тарихтағы барлық басқыншылық жорықтар болсын, соғыстар болсын, олар барлығы көбінесе сондай белгілі бір зорлық зомбылық сипатта болады. Бірақ өкінішке орай қазіргі 21 ғасыр болса да, ондай уақыттарда, ондай кейстарда, мысалы соғыс кезінде болсын, немесе оккупация болсын, экспансия болсын, немесе тағысын басқа жағдайларда өкінішке орай, ол 72 сағатта сен өкінішке орай білмейсің, не жасарыңды, және өте ауыр ондай кездерде бұндай шешімге келу. Соғыста көп қыздар олар өкінішке орай сондай зорлық зомбылыққа ұшырады, және көбісінің осы қазіргі халықаралық исследованиялардың кезінде анықталған еді, көбісі жүкті болып, өкінішке орай оны аборт жасай алмаған, немесе оған доступы болмаған. Бұл сондай бір жаман салдарлармен аяқталып жатыр. Бұндай жағдайларда ең бірінші қажеттісі ол сапалы психологиялық көмек деп ойлаймын. Сапалы психологиялық көмек, одан кейін адамға міндетті түрде негізі, мысалы, адамға өзіне шешім қабылдауға мүмкіндік беру керек. Тіпті мейлі ол жас қыз болсын, мектеп оқушысы болсын, мынандай соғыс кезіндегі жағдай болсын, адамға өзіне шешім қабылдауға мүмкіндік беру керек. Және өкінішке орай, менің ойымша, сонымен қатар тағы да қарастыратын маңызды мәселелердің бірі ол сол қыздардың, яғни зорлық зомбылық көргеннен кейін аборт жасамай, немесе абортқа доступы жоқ болып, сол баланы дүниеге алып келуі. Меніңше бұл да бір өте психологиялық адамдарға ауыр береді деп ойлаймын, өйткені саған өзіне онша неприятно, егер де сен дүниеге алып келесің, сенің белгілі бір насильнигінің баласы, сен оны мүлде қаламадың, немесе сен оны кісіні жақсы көрмедің, және ол баланы тәрбиелеу, ол баланы өзін адам ретінде де, өзін сол қыз ретінде де әрі қарай өмірінді жалғастыру, осы тұста менің ойымша өте қиын психологиялық жағынан. Біздің елімізде енді әзірге, және мен ойламаймын, біздің елімізде мүлдем абортқа шектеу қойылады деп. Өйткені ол кезде криминалдық аборттар өте қатты көбейіп кетеді. Ал криминалдық аборт ол өте қауіпті болып табылады. Тіпті жай аборт жасатқанның өзі медициналық тиімдірек криминалды абортқа қарағанда. Себебі криминалды аборттан кейін адамның өміріне қауіпті өте үлкен қиыншылықтар болуы мүмкін. Тіпті әйелдің өліміне дейін қан кетулер, ол кезде келесі жүктілік туралы тіпті ойлаудың өзі қиын. Ол кезде адамның өмірін ойлау керек, сол сәттегі. Сондықтан ол әрине абортқа тыйым салыну ол дұрыс емес. Себебі әркім өзі таңдау жасай білу керек. Өйткені егер де тыйым салса, онда әйелдер олар легализация жоқ қой. Штраф төлегісі келмейді, егер де сен жасасаң оны. Немесе сондықтан да андай подпольный предприятияларға барады. Өте жаман салдарымен болуы мүмкін, осы тұста келісемін. Әркімнің өзінің ойы болғандықтан міндетті түрде оған әркімнің өзінің шешімімен келу керек. Абортты, мысалы, көп жағдайда жасағандар арттан өкінуі мүмкін. Бірнеше қартайған кезінде, ондай жағдай өте көп кездеседі. Қартайған кезінде бәрібір сол бала туралы айтып отырады. Кезінде мен осылай үзіп тастаған едім, сондай жағдайлар болмау үшін адам осы қадамға барар алдында көп рет ойлану керек деп ойлаймын. Менің ойымша, қоғамды белгілі бір таңда, әсіресе біздің қоғам өте консервативті қоғам. Біз, мысалы, кішкентай кезімізден бастап өскен кезде бізді көбінесе бұл ұят, белгілі бір тәрбиемен өсіреді.
және бұндай қоғамды, консервативтік қоғамды меніңше әрбір отбасыда мүмкін белгілі бір таңда sex education дейді ғой, яғни соны көбінесе үйрету керек секілді. Әрбір ана өзінің қызымен бірге ол жайлы сөйлесіп деген секілді. Немесе тек қана сен олай жасама деп емес, тіпті егер сен бір күні аяғың ауыр болып қалса, бұның да шешу жолы немесе сенің белгілі бір таңдауың бар деген секілді белгілі бір сенімді, поддержканы көрсету керек деп ойлаймын. Бірақ өкінішке орай біздің қоғамда қазір ол нәрсе жоқ, ол тек қана кейбір отбасыларда ғана кездестіруі мүмкін. Сондықтан да қоғамның белгілі бір таңда нейтралды немесе жақсы қарауын, менің ойымша, бұл өте үлкен әрі қиын процесс деп ойлаймын.